Ырдымға кетірер ашкөздік, негізсіз қорқақтық, таң қалдырарлық опасыздық, жауапсыз махаббат пен албырт құштарлық, мұндай эмоциялар толқынының бір мезетте орын алуын тек бір жағдайда ғана байқауға болады. Біз фильм немесе спектакль көргенде. Бұл құбылыс бізді өзіне тартады және баурайды. Бірақ сіз бірде-бір рет сол сахна сыртындағы әлемнің қандай екендігі туралы ойланып көрдіңіз бе? Көрерменнің қиялын шарықтатып, сендіру үшін кім және қалайша кейіпкерлер бейнесіне енеді. Эфирде бетпердесіз тележобасы. Кеген елді мекені Алматы облысының Райымбек ауданы. Бұл жерді 8,5 мыңдай халық мекен етуде. Солардың ішіндегі 20 шақтысы түн ауғанша уақыттарын мәдениет үйінде өткізеді. Себебі бұл жерде бүгін халық театры ұжымы дайындық жұмыстарын өткізуде. Өткен жылдың соңында шығармашылық топ республикалық фестиваль аясынан 3 номинация бойынша олжалы болып оралды. Атап айтқандай, қойылым үшін 2 орын мен Алтын Ружева атындағы сыйлық табыс етілсе, ең үздік ер адам образы атағын иеленген Ұлан Нұрақын, ал халықты театрдың жетекшісі Нағима Таласпаева үздік режиссура номинациясымен марапатталды. Нағима апай, бүгін жалпы сіздің жетекшілігіңізбен Айман Шолпан қойылымының дайындығын көрдік. Бұл шығармамен көп атақты режиссерлар жұмыс істеген негізінен. Білуімше, сондықтан сізге бұл пьесамен қайтадан жұмыс істеу қаншалықты қиын болды, қалай болды? Енді бұл бірінші, бұл классика. Классикаға көп халық театрлары кей кезде үлкен театрларда бара бермейді. Өйткені кейде олардың мына актерлары келіспей қалады, әрбір образды ашатын адамдары болмай қалады, сондықтан бара алмайды. Ал менің қиын да болса, осы Әуезовке, Айман Шолпанына барып отырғаным, бұл тарихи өлмейтін, бұл қойған сайын жаңара беретін, қойған сайын жаңа қырлары ашыла беретін атақты заңғар жазушы Әуезовтің өзінің жүрегінен шыққан ғой бұл деген. Бұл халыққа өте жақын, халыққа жақын. Бұл халықтың ішіндегі рулықты айтып отырады. Мана байлықты, бірімен бірі тірескен байлықты көзге шұқып отырады. Одан кейін жаңа қыздарды, жаңағы қалай болса солай, сол уақытта адамға санамай, сол малға санап, мен алам деп, сондай әйел теңдігін көтеруге дейін барған спектакль ғой бұл деген. Қыздардың ақылдылығы менен бәрі шешіліп отырады. Айман Шолпан эпосының түпнұсқасында ру аралық қарым-қатынастардың қарама-қайшылықтары суреттеледі. Сонымен қатар сондай қиын жағдайдағы Айманның бастан кешкен сан қилы тағдыры көрсетілген. Тұлай бойындағы намысы мен қарапайымдылығын, ақылдылығы мен алғырлығының арқасында ол өзін және сынары Шолпанды құлдықтан аман алып шығады. Оқиға соңында екі ру арасындағы араздықты жоюға себепкер болады. Айман Шолпанның шығуына үлес қосқан халық. Сондай-ақ Мұхтар Әуезовтың туындыға өзгеріс енгізгеннен кейін бұл шығарма әсіресе театр араларында үлкен танымалдылыққа ие болды. Енді сіздің тарапыңыздан болған өзгешеліктер бар ма қосылған? Немесе бір өзіңіздің көзқарасыңызбен бір эпизодтарын өзгерткен, немесе қосқан деген сияқты? Ол эпизодтарын өзгерткендерім бар, бірақ аса көп сөзді де, аса көп нелерді өзгерте беру болмайды. Біздің өзгертетініміз тек қана мизансцена ғой, мизансцена. Ал сөзге тиісуге болмайды. Біз мықты емеспіз мысалы. Ол бізге күнә болады. Сөзді өзгертуге, автордың бір сөзін бұрмалауға, оның үстіне Әуезов болса, бір сөзін кем айтуға, бір сөзін артық айтуға біздің қақымыз жоқ. Ал енді эпизодтарды кейде ойнай алмаған жерлерін өзгертеміз. Бұл артистерге деген бір басқаша бір жеңілдіктер бола ма? Жоқ әлде кәдімгі театр сияқты бәріне бірдей қарала ма? Халық театрына әлде бір кішкене жеңілдіктер бола ма артистерге деген? Үлкен актерлар халық театры дегенге кішкене жеңіл көзқараспен қарайды. Жеңіл көзқараспен қарайды. Өйткені олар ана Жүргенов атындағы және басқа да институттардан өнер академиясын бітіргендер барады мысалы. Өнер институттарын бітіргендер барады. Олар үлкен актерлардан сабақ алып барады. Сахнаға дайын барады. Соның өзінде жаңағы мұғалімдері, өзің сабақ берген әртістер, үлкен әртістер, жаңа актер балаларға, солар шегелеп, кәдімгідей әртістер қылып шығарады ғой. Ал бізде, мысалы, менің айтуымменен, өздерінің дайындалуыменен, өздерінің ұғымдарыменен, бәріміз келісіп отырып, сөйтіп жасаймыз біз. Маманың матап алдым қызын өзім, саған жоқ.
алталасым, бес бересім. Сіз ойнайтын кейіпкер Көтібар батырды қалай көресіз? Сол Айман Шолпан пьесасындағы Көтібар батырдың рөлі өзінше бір ерекше рөл. Мысалы, өздеріңіз байқағандай, бағана пьеса барысында жаңағы әр ойнап жатқан әртістің, біз енді осы жерде ойнап жатқан жігіттер, қыздардың барлығы кәсіби болмасақ та, соған ұқсағымыз келеді да, сол ойнап жатқан әртістер деп айтайын енді. Сол әртістеріміздің әрқайсының өзінің бір образы бар. Көтібарға келіп тоқталатын болсақ, Көтібардың рөлі бұл жерде дәңгеуде дейді, қазақтар айтады. Нағыз батырдың рөлі. Батырларымыз қандай болған? Біздің өзіміздің көзіміздің аласып елестететін болсақ, мына кеткен шығармашылықтар, мына шығарылған ұлы классиктерді оқығаннан білетініміз, біздің батырлар өте дәңгеуде болған. Жалпы қойылымда сіз баса назар аударған бір кейіпкер атасаңыз, не олардың образдан айтып берсеңіз? Енді мен баса назар аударғаным бірінші жаңағы Ұлан, Нұрақын Ұлан. Өйткені менің өзім жаңағы Айман Шолпандағы Көтібарға батырға денесі де, тұлғасы да, дауысы да келгеннен кейін өзіміздің атағымызға лайықты, одан кейін жаңағы Көтібарға лайықты, кейіпкерге лайықты, сөзі де, денесі де деп соны алдым. Енді алғашқы күніңіз жалпы қалай өтті? Біз бірінші шығып тұрсыз. Бұрын театр ойнамағансыз ешқашан. Бірінші күніңіз жалпы қалай, қаншалықты қызық өтті? Қай жағын естен? Жас кезімізден қазір КВН дейді, анау дейді, бірақ біз осы мектеп қабырғасында жүргенде театрдық қойылымдар, жаңағы кішкентай скетчтер болатын. Сода ойнайтынбыз, өлең айтатынбыз, сахнада шығып жүрген адамдарымыз. Сондықтан маған бұл онша қиыншылық тудырған жоқ. Айман Шолпан кәдімгі бай, маман байдың қыздары ғой, шалқыған. Байдың қыздары, оның ұлы жоқ. Қугедей деп айтады ғой, қубас дейді кімді. Маманды қубассың сен дейді. Намысына тиіп, сен ұлың жоқ дегені ғой. Жігітті көре қыздары шығыпты. Көрісімен түңіліп қайта беттен ағыпты. Бізде негізінде бұл ұзақ болғаннан кейін 2-3 рет киім алмастыруға тура келеді. Сол кездерде асығыс боламыз да. Асығыс барысында сол алмастырып аламыз кейде. Бірақ енді ұқсас болған соң ол ештеңе етпейді. Сахнада 1-2 рет болды одан кейін. Бұл қойылымда негізі адам көп ойнатылған, массовка көп. Әрқайсысына қарау, әрқайсысын қадағалау және олардағы атмосфераны сақтап қалу қаншалықты қиын? Кішкене мизансцена түзеліп, әрқайсысы өз ойна бастағанда бәрін көріп тұрасың. Бәрін көресің. Сен неғып сөйтіп тұрсың? Сенікі дұрыс емес қой. Айтпаса, кім, былай тұрсаңшы? Енді ол дұрыс емес қой. Сен мына иығыңмен бұрылып қойдың. Олай артқа қарап қаласың мына ел жұртқа. Сен бетіңді көру керек. Ал сен неғып сөйлемей тұрсың енді. Мына массовка шуламайсыңдар ма? Кегендегі Айман Шолпан қойылымының тұсаукесері таяу күндері өтпек. Қалың қауым бұл спектакльді қыркүйек айында жаңа маусымда тамашалайтын болады. Әзірге аталмыш театр өзге де қойылымдарға дайындық жүргізуде. Ағымдағы жылы кегендіктер көрермендерді бірнеше қойылымдармен қуантпақ.